Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Шебер сынып сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ойын арқылы үйретудің тиімді тәсілдерін бөлісемін. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Енді кубик әдісін ойын құрастыруда қалай қолдануға болатынын көрсетейін. Әр түстің өз мағынасы бар, біз оларды карточкадағы суреттермен байланыстырамыз. Мысалы, жасыл кубик табиғат элементтері. Аткынап, қаттымдағы нәтижені көзбен көргенде есте сақтауы жеңіл болады. Көрдіңіздер ме? Әдіс қарапайым, әрі тиімді. Енді осы ағаш пен алманы байланыстырып, шағын әңгіме құрастырып көрейік. Кім бастайды? Мен бастаймын. Ағашта қызыл алма пісіп тұр, оны бала бақшадан жинап алды. Тамаша бастама. Достарымен бөлісті. Бастасыда формулаңыз болады. Мына біз презентациямызды құрып, осылай дайын үлгілерді қолдана аламыз. Проекттерімізге қалай жібереміз? Мына бөлісу бөлім басасыз, сілтемені көшіру дейсіз, сілтемені чатқа немесе поштаға. Қараңыздар, жүктеу батырмасын бассақ, материал бірден ашылады. Ал толығырақ арқылы қосымша мәліметке өтеміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Интерфейс өте түсінікті екен. Мобильді нұсқасы бар ма? Бар, телебайсеніңіз. Көріскенше сау болыңыз. Сау болыңыздар.